Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Дүниенің кеңдігінен не пайда, аяқ киімің тар болса дейді. Қазақстанның байлығынан не пайда, жалақың кішкентай болса. Қазақтың ұлан байтақ жерінен не пайда, өзіңде баспана болмаса. Егер сенің жалақың тамағына, киіміңнен, квартплатаңнан аспаса, онда сенің жалақың құлдың жалақысымен тең. Қазақстанда қарапайым халықтың жалақысы құлдың жалақысы. Неге біз бай мемлекетте өмір сүріп отырмыз? Осындай нашар жағдайдамыз. Оның жауабы бір: халық үнсіз. Билікте 30 жыл бойы отырған Назарбаев пен Тоқаевтың бандысына жол беріп отырмыз. Біз өзіміз белсенді болмайынша, өзіміздің құқығымызды өзіміз қорғай алмайынша, қорқынышымыздан аттай алмайынша, елімізде белсенді азаматтық қоғам құрылмайынша, біз осылай өмір сүре береміз. Елімізде өзгеріс болу үшін біз бәріміз белсенді болу керек. Алға Қазақстан партиясының бағдарламасында осы өзгерістерге қол жеткізу жолы бар. Құрметті ағайын, Алға Қазақстан нағыз халық партиясы, нағыз оппозициялық партия. Қолдаңыз бізді, бізге қосылыңыз, қаржылай көмектесіңіз. Сонда біз бірігіп, бір жұдырық болып, жұмылып, елімізді бай және дамыған елдердің қатарына кіргіземіз. Алға Қазақстан.